Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өздеріңіздің суреттеріңіздің артындағы қажет емес фондарды алып тастауға арналған нейрожеліні ұсынатын боламын. Ол үшін бізге Google іздеу жолағына remove деп жазу қажет болады. Және де бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Яғни бұл сайт бізге арттағы фонды былай осылай алып тастауға мүмкіндік береді. Енді біз мұғалімдер болғандықтан бізге осындай бір ерекше суреттерді жасайтын кездер көп болады, әсіресе портфолио жасалған кезде. Сол үшін де біз осындай түрлі түскен суреттеріміздің артындағы артық фондарын алып тастаймыз. Ол үшін загрузить изображение батырмасын басамыз. Және де осы жерден бір суретті таңдаймыз. Мінекей оригиналымыз осы. Удаленный фон бізде осы. Оны редактировать деп фонды редактировать етуге де болады. Яғни сіздің осы фоныңызды мына түрде қалдыруға болады, мына түрде қалдыруға болады. Мінекей байқасаңыздар, фонның артқы жағында бір көлеңкелер пайда болып жатыр. Осы түрде қалдыруға болады. Немесе мысалы мынандай дайын фондарды қолдануға болады. Мінекей мына жерде көріп отырғандарыңыздай басқа да фондарды қолдануға болады. Түрлі түсті фондарды қолдануға болады. Мынандай ақ фонды қолдануға болады. Яғни мүмкіндіктер өте көп. Мүмкіндіктердің барлығын сіз таңдап алып қолдансаңыздар болады, тақырыбыңызға қарай. Мен енді осында бір фонды қалдырғым келіп тұр. Немесе осында бір ерекше фон қалдырғым келіп тұр. Скачать батырмасын басып, суретті жүктеп аламыз. Мінекей біздің суретіміз жүктелді. Яғни оны біз загрузкидің ішінен алсақ болады. Енді дәл сол сияқты басқа да суреттерді солай жүктеп, өзіңізге қажетті суреттің барлығын жүктеп алсаңыздар болады, өзгертіп алсаңыздар болады. Тағы да бір мысал жасайық. Біз деген жаңағы суретті қайттан алдық өзімізге. Басқа суретті алайық. Мысалы мына сурет. Редактировать. Осылай қалдырсақ болады, немесе осылай размытый фон қалдырсақ болады. Скачать. Немесе мынандай фон қалдырсақ та болады. Скачать. Скачать изображение. Сәйкесінше осы суреттеріңізді қажеттілігіне қарай қолдана беретін боласыздар. Артқа қарай қайтып, тағы да бір суретті жүктесеңіздер болады. Редактировать. Өте керемет суреттер шықты деп ойлаймын. Құрметті ұстаздар, кәделеріңізге жарайды деп ойлаймын. Өте ыңғайлы, қарапайым қолдануда платформа. Барлықтарыңыздың
керектеріңізге жарап қалады деген оймен түсіріп отырмын осы видеоны. Ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап отыруларыңызды сұраймын. Рахмет.